осындай аппақ болып кетті ғой. Ашты жатыр, білмеймін не екенін. Ашып жатыр мына бір краска. Алды ғой. Қолғап болмаса осы ғой енді бәрі. Оның бәрі быт-шыт шығады. Барлықтарыңызға сәлем достар. Қош келдіңіздер менің каналыма. Мен бүгін сіздерге өзімнің оқиғам туралы айтып берейін деп едім. Айта кетсем, көріп тұрғаныңыздай мен шашым аппақ болып тұр. Өте қатты аппақ болып тұр. Бұл шашым менің шынымды айтайын 10 жасымнан бастап осындай ағарып кетеді осындай. Білмеймін қандай диагноз екенін көп кісілерден сұрадым, врачтардан сұрадым, білмеймін, докторларды білмейтін сияқты. Ол кісілер айтып жатыр, маған витамин жетіспейді дейді. Қандай да бір дәрумен саған жетіспейді дейді. Білмеймін. Соңғы уақыт бұндай қатты ақ емес етін да негізі, тек қана мына жерлері ғана, маңдайым ғана кішкене ақ болып тұратын бұрындары. Ал қазір түгел аппақ болып кетті. Білмеймін, өзім де қорқып жатырмын, шынын айтсам. Егер сіздер білсеңіздер, комментарийге жазып кетсеңіздер болады, қандай диагноз, қандай ауру, мысалы үшін, енді ауру деп айтпай қояйын, енді сіздер білсеңіздер, комментарийге астына жазып кетсеңіздер болады. Мен сіздерге қазір көрсетейін шашымның қандай аппақ болып кеткенін. Мен соңғы уақытта шашымды аптасына демей ақ қояйын, қазіргі краскалардың, шаш боятын краскалардың сапасы кетіп қалған мүлдем. Сапасы жоқ деп айтсам да болады. Бұрындары 2 аптада 1 рет бояйтын едім. Ал қазір 4 күн сайын бояп жатырмын. 4 күн сайын, әр 4 күн сайын шашымды бояп жатырмын. Мен естіген негізі шаш бояйтын краскалар өте зиян деп. Шынымен де бұл негізі зиян. Өйткені әртүрлі химия бар, ішінде қанша қоспа нәрселер бар, не қосқанын білмейсің ғой, шын айтсам. Бұл деген краситель, басқа зиян ғой. Қазір енді боямай шаршадым да, шынын айтсам. Шаршап кеттім бояудан. Қараңыздар, боямап едім, қандай болып кеткенін сіздерге көрсетейін. Міне осындай болып кетті. Камерадан анық көрініп тұрған шығар сіздерге. Осындай аппақ болып кетті ғой. Көрген кісілердің бәрі айтады, шашын боямайсың ба, бұл не, бұл масқара ғой деп, аурусың ба деген сияқты айтып жатыр да. Білмеймін, өзімде 10 жасымнан бастап өйстіп ағарады шашым. Қазір енді 4 күн сайын шашты бояуға тура келіп жатыр. Егер сіздер жақсы краскалар болады ғой, хотя бір айға жететін краскалар болса, маған хотя бы 2 аптаға жететін краска болса да мейлі да. Қандай краскалар болса, комментарийге жазып кетсеңіздер болады, қандай краскалар алуға болады, мысалы ше. Міне шашым бәрі ағарып кетті. Ужас, мен жасым, шын айтайын, не бәрі 20-да. Мен жасым не бәрі 20-да, ал менің шашым түгел ағарып кетті. Ерте қартайып жатыр ба, бұл не болып кетті, масқара. Үйдегілер де айтып жатыр, не бәле, шашын боямайсың ба деп та. Мен шашым бәрі ағарып кетті. Бабушка Камила болдым мен. Камила әже деп айтатын шығар енді бұдан былай маған елдер. Ал достар, міне мен бояйын деп жатырмын. Мынандай краска алдым, цветін Гарнир дейді. Білмеймін, қазір бояп бастаймыз. Бұл қанша күн тұрады екен енді. Хотя 1 аптаға жетсе жақсы болатын еді. Мен шашым уже краска қабылдамайтын болған. Келдім. Бояп бастайын, араластырып жатырмын. Бұл деген, білмеймін енді, қазір экологиядан ба, неден ол түсінбей отырмын, не үшін олай ағарып кететінін түсіне отырмын ғой. Көп қыздарда байқадым да, ондай жоқ, ондай проблема жоқ, ондай көп. Өздерінің светтері, ақ шаш болса 1-2 тал, 3-4 тал ақ шаш болуы мүмкін да. Ал менде сондай үлкен проблема шаш. 10 жасымнан бастап осындай проблема. Мен бір жерден естіп едім, егер осы қазіргі краскалермен бояй беретін болса, жағы, Құдай сақтасын, қатерлі ісік ауруын туғызады. Бастың қатерлі ісік ауруын туғызады.
Ондайды ешкім басына салмасын. Мен уайымдап отырмын, мысалы ше, қанша жыл бойы осы краскамен бояп келе жатырмын. Әр 4 күн сайын бояйтын болып кеттім. Бұрынғы краска жақсы еді. Бояймыз ау. Ерте қартайған деген жаман ғой. Ой, әжімде жоқ менде. Бет терісінде проблемалар жоқ. Бірақ осы шаштан менде үлкен проблема. Айтпақшы, мен ұмытып кеттім ғой қолғап киюді. Қолғап киюді ұмытып кеттім. İşte қолғап жоқ па не? Қолғап болу керек еді ғой ішінде. Қалай жоқ? Ол қалай болған сонда? Қолғап салмайтын болған ба? Қолғап таппадым. Қолғап таппадым. Бұл салған таптым. Мен қыздар жігіттерден жүргеніңіздер мен өстіп қолғапсыз, қолғаппен, егер қолғап болатын болса, ішінде коробкада беретін еді целлофановый қолғаптар. Сонымен мен андай массажный қылып бояған сияқты қоямын да. Қолғап жоқ, енді сондықтан обычный целлофанды алып аламыз да, өстіп бояймыз, енді амал жоқ. Ашытып жатыр, білмеймін не екенін. Ашып жатыр мына бір краска. Басымды ашытып жатыр. Алды ғой. Қолғап болмаса осы ғой енді бәрі. Оның бәрі быт-шыт шығады. 30 минут болды, бояп болдым. Қараңыздар нәтижесін. Барлық жер боялған сияқты. Енді 4 күннен кейін тағы бояймын. Сорлы басым ай. Шашым қайтадан ағарып кетеді. 4 күннен кейін қайтадан краска сатып алатын болдым енді.